Салем достар, biz bugün pizza pişirетін bolamыз. Ал енді біз бастаймыз. Міне қамырымыз енді дайын болды. Жарты сағат жылы жерге қойып қойдық. Жұмсақ әп-әдемі қамыр шықты. Енді бұл қамырымызды қапаға формасын келтіріп жайып аламыз. Осылай формасын келтіріп аламыз да үстіне соус дайындап қойып, сол соусын жағамыз. Енді начинкамызды саламыз. Енді осыны ысып тұрған 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Ne dostlar, bizim pizzamız dayım oldu. Endi bizim pizzamız unasa like basıp kirkelip ketiniz. Sağ olun.